Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге тағы да жарқын ай. Сіздерге бүгін бамбузл деп аталатын осындай тоже интерактивный тақта немесе интерактивный платформа деп айтамыз ба, соны таныстырып өтейін деп отырмын. Өте қызықты балаларға. Мына жерде жаңағы teamwork, командная игра, командалық ойындарды жасатсаңыздар да болады, жекелей ойындарды ойнатсаңыздар да болады, балаларды жаңағы бағалаған кезде. Егер сіздерде уже жаңағы нелеріңіз болса, аккаунттарыңыз онда sign in деп бассаңыздар болады. Егер аккаунт жоқ болса, онда join for free деп басамыз. И осы жерде өзіміздің email-мен тіркелу керек. Email почталарыңыз, Google почталарыңыз бар ғой. Сонымен тіркелесіздер. Міне қазір email жазамыз. Пароль құрастырамыз. Agree деп басасыздар. Птичканы егер басылмай тұрса, сосын join for free дейміз. Бір нәрсе дұрыс болмай тұрған. Мен бұрын тіркелген екенмін, оказывается. Онда sign in дейміз. Мен бұрын тіркелген сияқтымын. Так, мен парольді ұмытып қалдым деп жібере салайын, чтобы мен почтама қазір пароль келсін. Так, енді мен почтама пароль келу керек, қазір сосын тіркелеміз. Қазір почтамды тексеріп көрейін. Міне, уже пароль келіп тұрген. Менде уже мына почта толып кетті. Әртүрлі джинсы, барлық нелерге тіркелген ғой. Так, email қайтадан жазамыз, қайтадан пароль енгізу керек. Пароль енгіземіз. Міне енді шықты бізде. Website for teaching and learning деп тұрмыздар ма? Ойындар ойнатуға болады, не осындайлар жасауға болады дейді. Тіркелдік. News дейді. Жаңалықтар қандай екен. Новый стикерлар шыққан екен осындай. Ой, біз шығып кеттік. Так, создать дегенді басайық. Бізде создать. Мен екінші классқа болсын ойнатқан екенмін, оказывается. Екінші классқа жасаған екенмін. Жаңағы мынау мен екінші классқа жасағаным. Қазір біз новый жасап көрейік. My library деп көреміз. Так, плюс game дейміз. Осы жерде what's it called? Так, ойынымыз қалай айтылады? Ойынымыз who is faster деп қояйық. Кім жылдам? Who is faster? Кім жылдам деп қояйық. Сосын what is it about? Жерге сурет қойсаңыздар да болады. Image library деген осы жердегі қандай сурет бар, соның ішінен қарасаңыздар болады. Немесе выберите файл деп өзіңіздің компьютерден алсаңыздар болады. Сосын бұл не туралы? About food дейге. About food. Language English. Мына жерде басқа тілде де таңдасаңыздар болады. Сосын tags.
Use commas to add multiple tags. Ана жерге хэштегтер жазу керек. English түр арқылы жазасыздар. English lesson осы өтірмен жарайды, пока еге қойдық. Public деген барлық нелерге, басқаларға көрініп тұрады, барлығы ойнай алады. Немесе мына жақта мынаны көзінің мынандай несін бассаңыздар, ол ешкімге көрінбейді деңіз. Енді make a game деп басамыз. Міне ойын шығады қазір. Енді question. Сұрақ қойымыз керек. Так, do you like дейміз ба, или what is this деп сұрақ қояды. What is this? Тағамдарға байланысты. What is this? Тағамдарға байланысты қойсақ, так, points 10 балға дейін қояйық. Question with image де суретпен бірге сұрақ, суретімен бірге. What is this? Answer. Олар жауап беру керек. Lemon дейік мысалы. Лимон деп айту керек. Именно суретін қойғамыз жанына. Міне, lemon шықты. Уже шығып тұрады екен, көрдіңіздер ме? Agree. Келісем деп басасыздар. Мына сурет слишком үлкен дейді. Мына сурет тосық болады. Болды. Жасалды. Енді ары қарай тағы да save деп жасасақ, сақтаймыз. Келесі сұрақ. Тағы бір сұрақ жасау керек. Тағы да what is this дейміз да. Нанның суретін қойсақ. Так, bread іздейміз. Міне bread десеңіздер өзі табылады. Мынау слишком үлкен дейді, наны қоя салайық. Сосын бал бізде тағы да 10 бал берілсін, save деп сақтаймыз. Болды, сақталды. Енді close деп жаба салайық. Міне екі сұрақ жасалды бізде 10 сұрақ, 10 балдан. Енді осы жерде бірінші бас көрейік. Мысалы, share деген ол бөлісу, slideshow деген сіздерге слайд сияқты көрсетіледі. Балаларға бірінші таныстырып алам десеңіздер, осы slideshowды бассаңыздар болады сабақтың басында. Міне who is faster деген ойын. Ары қарай what is this? Мысалы, балалар есіне түсіру керек, lemon деп. Сосын ары қарай what is this? Bread. Көп деген сөздерді осылай қойсаңыздар болады. Слайд ретінде көрсетеді. Сосын study. Балаларға тоже бір рет қайталатып алу, сол туралы, білімдерін тексеру. Мысалы, what is this? Поискті бассаңыздар, bread деп шығады. Бала жауап берді, дұрыс жауап берсе, дұрыс жауап берсе, окей, дұрыс емес жауап берсе, қызылды басасыздар. Сосын келесін тоже. Сөйтіп, бәленбай сұрақтан жасап алсаңыздар болады. Соған қайтадан бастасаңыздар болады, restart деп. Немесе back деп қайтадан қайтасыздар. Енді ең соңғысы, ең қызықтысы ол бізде play. Play, яғни ойнау. Міне ойнаған кезде мыналар жаңағы құлпының суреті тұр ғой, ол бізде недоступный деген сөз. Яғни ол платный нелерде ғана, платный аккаунттарда ғана. Бізге доступный только мынау ғана. Біріншісі. Міне енді осы жерде Teams неше командамен ойнатасыздар оны? 2, 3, 4, ары қарай бізде уже недоступны. Мысалға 2 команда дейге, сосын Sims бұл жерде нені таңдауға болады екен? Темасын таңдайсыздар. Міне мысалы Winter, қазір қыс қой, қысты таңдайық. Темасын таңдадық. Сосын классический ма или квиз сияқты ма? Қайсын таңдаймыз? Classic with easy power-ups дейді. Жарайды, квиз деген таңдайық, квизбен ойнайық. Міне квиз болған кезде Team 1 бір жауап береді. Мына ручканы бассаңыздар, мына командалардың аттарын ауыстыра аласыздар. Мысалы, мынау біріншісі Fruits деген команда болсын, солай білесілер. Екіншісі Vegetables. Осындай команда болсын, окей деп басамыз. Міне ауысты. Енді біріншісі Fruits. Сұраққа жауап береді. Мынау бізде көрініңіздер ме? Мынау бізде не? Темасы, сұрақтың темасы. Қай теманы, қай сұрақты таңдағысы келеді бала. Мысалы, мынаны таңдаса, осындай сұрақ шығады. What is this? Ол команда жауап беру керек, табу керек, Сосын check деп тексересіздер. Lemon. Дұрыс жауап берді ме? Дұрыс жауап.
міне чек деп тексересіздер, lemon деп шығады, дұрыс жауап берді ма, дұрыс жауап берсе окей деп басамыз. Міне fruits'та бізде 10 балл алды. Енді vegetables жауап береді екіншісіне. What is this? Мысалы олар деп басасыздар, міне олар балл ала алмай қалды. Сонымен бізде fruits деген команда жеңіске жетті. Осылай айтасыздар, көрдіңіздер ма? Қайталау, ревью, немесе рестарт, қайтадан басынан бастасаңыздар болады. Мына жерде дауысын өшіріп қойсаңыздар болады ойынның. Егер сіздерге мешать етіп жатса, немесе қайтадан шығарып қойсаңыздар болады. Міне көрдіңіздер ма? Осындай командалық ойынды немесе екі адамды шығарып жарыстырып қойсаңыздар да болады. Өте қызықты. Осылай көптеген ойындарды жасау арқылы сіздер сабақтарыңызды қызықты өткізесіздер. Балаларға да қызықты болады. Есте сақтау қабілеттері дамиды. Әрбір сөздерді жақсы естерінде сақтайды. Жаңа сабаққа барып, жай ғана сөздермен айтқанша, лучше осындай көптеген платформаларда қызықты ойындарды қолдансаңыздар, меніңше балалар үшін ең қызықты сабақ осы болады. Сондықтан ізденіңіздер, менің видеоларымды көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, әрқашан менімен бірге болыңыздар. Және де комментарийда тағы қандай платформа туралы осындай сіздерге обзор керек айтып кетсеңіздер, ол мен үшін өте маңызды. Мен тағы да ізденуді тоқтатпаймын. Сіздер де ізденуді тоқтатпаңыздар. Сәттілік жұмыстарыңызға. Келесі обзорда кездескенше сау болыңыздар.